Қайырлы күн ұстаздар, өздеріңізбен әдеттегідей Сандуғаш Қадырғалиевна. Бүгін сіздерге өте аздаған минуттың ішінде тест құрастыруға арналған нейрондық желінің құралын ұсынамын. Ол үшін іздеу жолағына браузердің Lift Web Test деп жазамыз. Осы кезде решить тест онлайн нейросеть деген шығады. Создать тест нейросеть онлайн. Бірден создать тест дегенді басамыз. Сол кезде мұнда чат-бот, написать текст, написать пост, повысить уникальность, разобраться в теме, написать подробно, сократить текст деген сияқты режимдерде жұмыс жасайды. Алдымен бұл сайтқа әрине біз тіркеліп алайық. Код деп басып, және де регистрация дегенді таңдап, өзіміздің email дегенге emailымызды жаздық, пароль дегенге енді пароль қоямыз. 7 символдан асатын пароль қою керек, және картинкадағы сандарды енгізіп поехали дегенді басамыз, және все верно деген. Сохранить, және осы жерге бізге смс келеді. Подтвердите аккаунт дегенді басып, подтвердить дегенді басып, продолжить дегенді басамыз. Енді мына написать текст дегенді жоғарыда басамыз. Написать текст дегенді басқаннан кейін төменгі жақта написать текст нейросетью деген. Мына жерде найти дегеннен тест дегенді таңдаймыз. Тестовая работа дегенді. Тест деп ағылшынша жүргіземін. Сосын мына жерде опишите тестовую работу, которую нужно составить. Например, тест про Ивана Грозного 8 класс на 10 вопросов деп жазылып тұр да. Осындай сияқты үлгіде сіз өзіңіздің тестіңізді қоясыз. Мысалы, 9 класс дейм, әрине орыс тілінде жасайтын сайт мұнда. Бастапқы кезде 4 күнге дейін осы сайттың мүмкіндігін біз тегін пайдалана аламыз. Сосын 10 вопрос дейм. Сосын продолжить дегенді басам. 42 секундтың ішінде бізге қазір тест құрастырып беру қажет. Міне әп сәтте сіз уақытыңызды кетірмейсіз. 10 сұрағыңыз сіздің дайын болды. Енді төменгі жаққа баратын болсақ, копировать деген бар. Осыны копировать етіп алып, енді переводчик дегенді саламыз. Русского на казахский деп қойып, осы жерге біз жаңағы көшіріп алып келген тестімізді қоямыз да, біздің тестіміз 10 сұрағымыз дайын болды. Wordқа копировать етіп алып, көшіріп қоя қойсақ болады. Яғни қазір нейронды желі құралдары біздің жұмысымызды жеңілдетіп, уақытымызды үнемдеуге көп көмегін тигізіп жатыр. Қазір ойланып отырмай, бірден сіз қандай да бір тақырыпқа немесе олимпиадалық тапсырмалар құрайтын болсаңыз, осы нейрондық желінің көмегіне жүгінсеңіз болады. Немесе мына жерде решить тест деген бар. Сізге қандай тестті шешу қажет. Мысалы, қандай да бір есептің шығару жолын түсінбей жатырсаңыз, оны біз әдетте орыс тіліне аударып алуымыз қажет. Қазақ тілінен, яғни орыс тіліне. Содан кейін барып әкеліп мұнда қоямыз. Немесе қазір писать пост статью дегенді басайық. Өзіміздің тақырыбымызды орыс тілінде жазу қажет. Осыған байланысты біз мақала жазып шығарамыз. Көптеген ұстаздарымыз тамыз кеңесінде баяндамалар, мақалалар газеттерге ұсынған кезде көбіне жазудан қиналып жазады. Осы кезде нейрожелілік құралдың мүмкіндіктері өте көп деген келеді. Қазір мында біз бір тақырып жазайық. Развитие методической компетентности педагог өзінің мешам әдістемелік және цифрлық құзыреттілігін дамыту болғандықтан мұғалімдердің осы тақырыпты алдым. Осыны копировать етіп алып келіп мұнда қоямын және отправить дегенді басамын. Бізде міне 45 секундқа дейін, тіпті 1 минутқа да жетпейді. Осы 1 минуттың ішінде біздің бүкіл запросымыздың шешімі шығатын болады. Осыған дейінде мен сіздерге бірнеше жасанды интеллект құралдарын көрсеткен болатын әріптестер. Міне Gamma App деген сайтқа сілтеме описание бөлімінде тұр. Егер сіз қандай да бір тақырып төңірегінде презентация жасаудан қиналатын болсаңыз, осы Gamma App деген жасанды интеллекттің сайтына жүгінсеңіз болады. Қазір біз ұстаздардың әдістемелік құзыреттілігін дамыту деген тақырыптағы біздің мақаламыз, азғантай мақаламыз дайын болды. Осыны біз копировать етіп алып, орыс тілінен қазақ тіліне аударсақ болады. Қысқасы, осы сайттың мүмкіндіктерін қолданып көріңіздер, бірақ 4 рет іздеуге мүмкіндіктеріңіз бар. Яғни күніне міне 4 рет іздеуге мүмкіндік бар. Егер тәулігіне 4 рет іздеп аяқталса, онда басқа Gmail аккаунтпен кіресіздер, немесе келесі күні осы сайттың мүмкіндігін тағы да қарастырасыздар. Осылайша біз өзімізге қажетті тақырыптарымызды, тесттарымызды, мақалаларымызды, белгілі бір тақырып аясындағы іздеу жұмыстарын осы сайттың көмегімен жүзеге асырсақ болады. liftbev.ru сайттың мүмкіндіктерін қолданып көріңіздер. Видео пайдалы болса, лүпіл қойып каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, өзге де әріптестерді каналға шақыра жүріңіздер. Кәделеріңізге жарасын.